Маркет на территории, у которой нет границ. Ата жұртты аңсап жеткен ағайын. Өмірі өнеге, тағдыры ғұмыр дария. Төл өнер мен тарихқа, ілім мен білімге, мәдениет пен өркениетке сүбелі үлес қосқан саңлақтардың айтары көп. Әр аптада бұрынғы көшпендінің бүгінгі ұрпағы жөнінде сыр шертетін Modern Nomads бағдарламасы. Қазақ ТВ-ден көріңіздер. Жылқы қазақтың сан ғасырдан бергі қимас серігі. Қылғұйрықты пырақы мінсе ат, ішсе сусын. Ата-бабамыз ұлы даланы осы тұлпарлармен қорғады. Жақсатты үйірлі жылқыдан танитын сыншылық қасиет содан қалған. Жылқының тұқымы мен тегі көп. Өйткені бұрынғы атбегілер жылқыны бірнеше топқа бөліп тұқымын асылдандырып отырған. Сүт пен етке, мініс пен аламанға, жорық пен той томалаққа да бөлек-бөлек жылқы өсірді. Соңынан көз сүрінетін сәйгүлік әр қазақтың арманы. Шоқпардай кекілі бар қамыс құлақ, теке мұрын, салпырын, ұзын түсті омыртқалы жоталы болса күш дейді. Осыны мысалы қазақтар оны жабы деп ойлайды. Негізінде жабы емес, осы араб жылқысын айтқанда міне. Шоқпардай кекілі бар қамыс құлақ деп, теке мұрын, салпырын түсті, мына таза қанды араб жылқысы. Бұрын қазақтар 1280 жылдай, 1200 жылдай мұсылман болып ислам дінін алғанда. Значит, біздің қазақтардың бәрі қажылыққа барғанда араб жылқысын алып келіп жүрген. Сондықтан да мысалы анау арғымақты көп мүндім садаға кетсін буданнан деп сол араб жылқысын алып келіп, сонымен будандастырып қазанат шыққан деп ойлаймын мен өзім ойым. Сондықтан да осы көбіне араб жылқысын аңсаған қазақтар. Қазіргі заманда ағылшын жылқысы, араб жылқысы, осы екеуі ғана біздің қазақтың аламанына жарайтын. Қалғандарында жаңағы бұларға қарағанда жаңағы жылдамдығы төмен болады. Мынау ақ қағаз деген араб жылқысы. Араб жылқысы қыздай сұлу, қырмызыдан көркем, жүрсе қылықты, шапса жүйрік. Қазақтың атбегілері бұрыннан арабтың дүлдүлі деп осы тұқымды аңсаған. Тұрқы нәзік болғанмен ұзақ жүріске шыдамды. Аламан бәйгенің аты. Енді бұлар араб жылқысы ешкі бас дейді, қазақ ешкі бас келеді, бота көз келеді, қамыс құлақ, майда жалды, орта бойлы болады, қысқа бел, жұмыр тұяқ. Бұл араб жылқысы өте ұзаққа жүгіретін аттар да бұл. Ұзаққа шабады. 50 километр, бұрынғы 100 километр, бұрынғы полководецтардың бәрі осы арабқа мінген. Қазіргі таңда ең мықты жылқы араб жылқысы, ағылшын жылқысы. Біздің қазақ үшін осы екеуі ғана бізге ұнайтын жылқы. Бұл бапта, мысалы ағылшын жылқыдан қарағанда, бұлар бапты көтереді жаңағы. Қатты жаңағы нагрузка бергенімізді, соны кейін барып анау-мынау жаңағы дайындықта қателіктер болса да көтере береді. Ал ағылшын жылқыда жақсы таза бапқа зар күйіне түспесе, олар аяғын беріп қояды, өліп қалуы мүмкін сондай да, біздің жаңағы аламан бәйгеде. А бұлар анау-мынау қателікке көтере береді. Бұлар соны кейін қанша мықты дайындықта көтеріп береді. Қазақтың нағыз қазаққа мінетін аты негізі араб жылқысы. Сыншылық
Қазақ атбегілерінің қасиетті, мықты атбегілер жақсы атты құлынан таныған. Олар арғымақты танумен бірге жылқыны жаратып бәйгеге қоса білді. Жүйрік жарату үлкен өнер. Мықты атбегілер жүйріктің тұрқына қарап, жүріс тұрысына қарап баптайды. Өйткені әрбір сәйгүліктің өз бабы болады. Ат баптау деген ой емес па? Ат жаба ма, бап жаба ма, бап жаба ма, бақ жаба ма дейді. Қазақ айтады, ілгері басқаны ит оттап есегі байгала дейді. Негізінде бап қой аттың жүгіртетін. Оны баптағанда біз қазіргі заманда, мысалы бұрынғы заманда саумал берсе, түйенің сүтін берсе, қазіргі заманда біз бал береміз, алма береміз, сәбіз береміз. Күні түні бір адам қасында бұның. Күні түні қасында бір адам қағандайды. Мінеді, желдіреді, шоқақтатады, суытады. Неделесіне бір рет жаңағы ұзақ 40-50 километр жүргізіп, оны сөйтіп көрсетіп жер алдырады. Сондайдың бәрін көтереді араб жылқысы. Мысалы мына араб біздің қазақтың ұлы аламанға 50 шақырымдық бәйге дайындап жатқан араб жылқы. Ол Европада орыстар 3200 дейді, ағылшындар. Скачкаға шауып жүрген араб, сол неде ұзақ дистанцияны отырып жүрген араб. Енді қазір қазақтың аламанына дайындалып жатыр. Жүйрік жылқының бағы бабында. Бабы келген ат шаппай бәйге алады дейтін сөз содан қалған. Тері алынған, бойында артық еті қалмаған. Бұл бабы келген жылқының сыны. Бабы келген атты өз жүніне қарайсың, өз шиі шығатып ойнақтап ат орнына тұрмайды. Елеңдейді ат. Сол жүйрегі жаңа аттың бабы келген содан білесің. Жүн тастайды, жып-жылтыр болып жүн түлеп тұрады. Өстіп ойнақтың, кеше мысалы 15 шақырым суытылған аттың. Бүгін атылып тұрды ойнақтап. Дайына осындай болатын. Су ішуде сол жаңағы суғарғанда жақсы су ішеді. Бірақ ертең шабам деп бәйге қосатын кезде ат су ішпейді онша көп. Аузын шайып қана кішкене бір 4-5 жұтым жасайды. Бапкердің қолында араб дүлділі ғана емес, ағылшының арғымақтары да бар. Мұнау сүліктей қара құнан талай аламанның көмбесін сүзген жел қанат. Қазақтың есік пен төрде ат дейтін сыны осындай пырақтарға айтылса керек. Мұнау ағылшын жылқысы, 2 жастағы құнан. Атын тентек қара деп жүрмісен, өзі тентек бұзық, ойын паз сондай. Әкесі Дон Карлоне деген айғыр, Европадан еткен. Бойына, денесіне қарап, қазақтар ойлайды, бұл дөнен 5-ті шығар деп. Негізінде 2 жаста құнан бұл. Мысалы, қазақтарда, салтта сөйлеп, тіске қарайды. Құнан 2 жаста, құнан 2 жаста болу керек. Оны түсте наурыз айынан май айы біткенше, түстіңгі түске қарайды. Түстіңгі түс, егерде түсеген болса, ол уже дөненге ауысты. Ал егер күзде, августтан былай қарай, сентябрь-августта құнанның астыңғы тісін қарайды. Сондықтан көп қазақтар шатасады, үстіңгі түсті күзде қарайды, соның ой дөнен мынау деп жаңа шатақ шығарады. Негізінде күзде қазақтар астын қарайды. Асты тісесе, үсті де асты тісесе, онда ол дөненге кетті. Ал енді үсті ғана тісеп тұрған болса, ол құнан. Мына құнан 2 жасар.
Әр жылқының өз қасиеті бар. Қазақтың жабысы етті, сүтті, мінезге төзімді болғанмен ұшқыр емес, бірақ мінезі шарқыш. Ал ағылшын жылқысының мінезі басқаша. Аузымені құс түстейтін нағыз ұшқыр аттар осы ағылшын тұқымды жылқыдан шығады. Бұлардың тұрқы биік, аяғы ұзын болады. Бұлар ағылшын жылқылары соның қолға жақын болады адамға. Өте жуас болады үйреткеннен кейін. Ағылшындардың адамды тістеу, тебу, ондай болады қасиеттер бұларда жоққа тән. Ақылды болады, өте жуас болады. Соның кейін өте жылдан болады, өте скоростной болады бұлар. Соның намыскөй болады бұлар. Дайындасаң 50 километрге дейін шаба береді. Қазақтар шаппайды деп ойлайды, көп адамдар ат түсінбегеннен кейін. Негізінде 15-тен 50-ге дейін шаба береді. 10 километр, 3 километрден 50 километрге жүгіре береді бұлар. Ат баптау жылқы құмар жандардың ермегі. Қазақтың атбегілік өнері үлкен ғылым. Бұрынғы атбегілер атты даланың отына, судың тұнығы мен желдің өтіне қарай дайындаған. Жүйрік жылқыны қатты семіз немесе арық ұстамайды. Көктемде қар сумен бірге жайылымға жібереді. Жазда ыстыққа ұрындырмай қолда байлайды. Күзде етін артып жілігін бекітеді. Қыста суыққа бермей жем шөпке байлайды. Жүйрікке жас баладай күтім керек. Мысалы, баяғы замандағыдай баттамайсыз ғой бұны бәрі. Бұны қора достар, бұрын қазақтар өріске жібереді, суытады, өріске жібереді. Ондай қазір заман жоқ өріске. Бұл қора достаймыз, сабан төсейміз, сөйтіп қараймыз, суық тигізбеу керек, сондай мен қарайсың ба? Мысалы, күніне 3 рет, 4 рет денесін тазалаймыз. Енді бұрынғы қазақтар дайындағанда аттың жүйрік атты семіртеді екен де. Әбден семіртіп, жілік майын толтырып, сонымен бірге қасында бір қазақы жылқымен бәйгатты бірге қосып жібереді екен. Екеуі семіртіп, әбден жілігі толды дегенде қасында қазақыны сояды екен де, жегенге сойы болады екен, жілігін шаққанда жілік майы толды деп, содан кейін дайындайды екен. Енді бұрынғы қазақтардың аңыз әңгімесі бойынша сөйтіп дайындайтын болған. Оны дайындап, ет аудару дейді, олар әбден дайындап келіп, әбден арықтап, қайта көтеріп, сөйтіп барып дайындап, сөйтіп жаратып қосатын болған. Ал енді қазір ондай жоқ қой. Қазір енді басқаша. Ағылшын жылқысын үйтпейсің, ағылшын жылқысын семіртесің, қыста семіртесің, жілік майын толтырасың, жалғайрығын толтырып, суағары жабылғанша семіртесің, содан кейін ақырындап жүрістен басталып, желістің арғы шабысқа дейін дайындалады. Болат тұяқ тұлпарлар кімге жолдас болмаған. Қабанбайдың қаубасы ақан серінің құлагері, батырлар мен ақындардың жан серігі. Сәкене бапкерге де талай жыл жолдас болған жүйрік аттар болды. Ол желмен жарысқан сол арғымақтарын әлі ұмыта алмайды. Өмірде мысалы қаншама жүйрік ат ұстадым ғой, көп болды. Қарачеңгел деген ат болды, Нарқасқа деген жүйрік аттарым болды. Хабар, Әлқатал, айта берсек көп дейді. Соның осы қаншама ат мініп атқанның ішіндегі бір ерекше жүйрік ол Хабар деген болды. Көрен ат болды, Хабар деген. Сол ат менің сондай бір өзім бір әр адамның қатты жақсы көретіні болды, сол Хабарды мен қатты жақсы сыйладым. Сол ат жүйрік ат болды мен, Хабар. Ол маған бір 4-5 күннің ішінде 2 мәшін өтіп, 2003-те ғой деймін, 2003-те екен үлкен той Астананың. Сол жерде июньнің 10 күні аламаннан бір болды. 4 күннен кейін 2014 күні июньнің Бишкектің 125 жылдық тойы болды. Сол жерге арасы сонда 4 күн, ондайдан бір болып, Бишкектің 125 жылдық тойына барып, тағы да бірінші келді. Сондай бір жүйрік ат еттің жаны бар. Өзіңіз айтқандай қазақтың бүткіл сыны бар болған ғой. Жылқыда 15 қасиет болса, сол 15 қасиет сода болған ғой. Аузын шайып қана кішкене бір
4-5 жұтым жасайды. Бапкердің қолында араб дүлдүлі ғана емес, ағылшының арғымақтары да бар. Мұнау сүліктей қара құнан талай аламанның көмбесін сүзген жел қанат. Қазақтың есік пен төрдей ат дейтін сыны осындай пырақтарға айтылса керек. Мұнау ағылшын жылқысы, 2 жастағы құнан. Атын тентек қара деп жүрміз сен. Өзі тентек бұзық, ойынпаз сондай. Әкесі Дон Корлеоне деген айғыр, Европадан еткен. Бойына, денесіне қарап, қазақтар ойлайды, бұл дөнен бесті шығар деп. Негізінде 2 жастағы құнан бұл. Мысалы, қазақтарда, салт дәстүрде тіске қарайды, құнан 2 жастағы құнан 2 жаста болу керек. Шоқпардай кекілі бар қамыс құлақ, теке мұрын, салпырын, ұзын түсті, омыртқалы жоталы болса күш дейді. Осыны мысалы қазақтар оны жабы деп ойлайды. Негізінде жабы емес, осы араб жылқысын айтқанда міне. Шоқпардай кекілі бар қамыс құлақ деп, теке мұрын, салпырын түсті, мына таза қанды араб жылқысы. Бұрын қазақтар 1280 жылдай, 1200 жылдай мұсылман болып ислам дінін алғанда. Значит, біздің қазақтардың бәрі қажылыққа барғанда араб жылқысын алып келіп жүрген. Сондықтан да мысалы анау арғымақты көп мүндім садаға кетсін буданнан деп сол араб жылқысын алып келіп, сонымен будандастырып қазанат шыққан деп ойлаймын мен өзім ойым. Сондықтан да осымен көбіне араб жылқысын аңсаған қазақтар. Қазіргі заманда ағылшын жылқысы, араб жылқысы, осы екеуі ғана біздің қазақтың аламанына жарайтын. Қалғандарында жаңағы бұларға қарағанда жаңағы жылдамдығы төмен болады. Мынау ақ қағаз деген араб жылқысы. Араб жылқысы қыздай сұлу, қырмызыдан көркем, жүрсе қылықты, шапса жүйрік. Қазақтың атбегілері бұрыннан арабтың дүлдүлі деп осы тұқымды аңсаған. Тұрқы нәзік болғанмен ұзақ жүріске шыдамды. Аламан бәйгенің аты. Енді бұлар араб жылқысы ешкі бас дейді, қазақ ешкі бас келеді, бота көз келеді, қамыс құлақ, майда жалды, орта бойлы болады, қысқа бел, жұмыр тұяқ. Бұл араб жылқысы өте ұзаққа жүгіретін аттар да бұл. Ұзаққа шабады. 50 километр, бұрынғы 100 километр, бұрынғы полководецтардың бәрі осы арабқа мінген. Қазіргі таңда ең мықты жылқы араб жылқысы, ағылшын жылқысы. Біздің қазақ үшін осы екеуі ғана бізге ұнайтын жылқы. Бұл бапта, мысалы ағылшын жылқыдан қарағанда, бұлар бапты көтереді жаңағы. Қатты жаңағы нагрузка бергенімізді, соны кейін барып, анау-мынау жаңағы дайындықта қателіктер болса да көтере береді. Ал ағылшын жылқыда жақсы, таза бапқа зар күйіне түспесе, олар аяғын беріп қояды, өліп қалуы мүмкін сондай да, біздің аламан бәйгеде. Бұлар анау-мынау қателікке көтере береді. Бұлар соңғы қанша мықты дайындықта көтеріп еді. Қазақтың нағыз қазаққа мінетін аты негізі араб жылқысы. Сыншылық
Қазақ атбегілерінің қасиетті. Мықты атбегілер жақсы атты құлынан таныған. Олар арғымақты танумен бірге жылқыны жаратып бәйгеге қоса білді. Жүйрік жарату үлкен өнер. Мықты атбегілер жүйріктің тұрқына қарап, жүріс тұрысына қарап баптайды. Өйткені әрбір сәйгүліктің өз бабы болады. Маркет на территории, у которой нет границ. Ата жұртты аңсап жеткен ағайын. Өмірі өнеге, тағдыры ғұмыр дария. Төл өнер мен тарихқа, ілім мен білімге, мәдениет пен өркениетке сүбелі үлес қосқан саңлақтардың айтары көп. Әр аптада бұрынғы көшпендінің бүгінгі ұрпағы жөнінде сыр шертетін Modern Nomads бағдарламасы. Қазақ ТВ-ден көріңіздер. Жылқы қазақтың сан ғасырдан бергі қимас серігі. Қылғұйрықты пырақы мінсе ат, ішсе сусын. Ата-бабамыз ұлы даланы осы тұлпарлармен қорғады. Жақсатты үйірлі жылқыдан танитын сыншылық қасиет содан қалған. Жылқының тұқымы мен тегі көп. Өйткені бұрынғы атбегілер жылқыны бірнеше топқа бөліп тұқымын асылдандырып отырған. Сүт пен етке, мініс пен аламанға, жорық пен той томалаққа да бөлек-бөлек жылқы өсірді. Соңынан көз сүрінетін сәйгүлік әр қазақтың арманы. Ат баптау деген ой емес па? Ат жабама, бап жабама, бап жабама, бақ жабама дейді. Қазақ айтады, ілгері басқан ит оттап есегі байгалама дейді. Негізінде бап қой аттың жүгіртетін. Оны баптағанда біз қазіргі заманда, мысалы бұрынғы заманда саумал берсе, түйенің сүтін берсе, қазіргі заманда біз бал береміз, алма береміз, сәбіз береміз. Күні түні бір адам қасында бұның. Күні түні қасында бір адам қағылайды. Мінеді, желдіреді, шоқақтатады, суытады. Неделесіне бір рет жаңағы ұзақ бір 40-50 километр жүргізіп, оны сөйтіп көрсетіп жер алдырады. Сондайдың бәрін көтереді араб жылқысы. Мысалы мына араб біздің қазақтың ұлы аламанға 50 шақырымдық бәйге дайындап жатқан араб жылқы. Ол Европада орыстар 3200 дейді, ағылшындар. Скачкаға шауып жүрген араб, сол неде ұзақ дистанцияны ұтып жүрген араб. Енді қазір қазақтың аламанына дайындалып жатыр. Жүйрік жылқының бағы бабында. Бабы келген ат шаппай бәйге алады дейтін сөз содан қалған. Тері алынған, бойында артық еті қалмаған. Бұл бабы келген жылқының сыны. Бабы келген аттың өз жүніне қарайсың, өз чиі шығатып ойнақтап, ат орнына тұрмай елеңдейді ат. Сол жүрегі жаңа аттың бабы келген содан білесің. Жүн тастайды, жып-жылтыр болып жүн түлеп тұрады. Өстіп ойнақтым, кеше мысалы 15 шақырым суытылған аттың. Бүгін атылып тұрды ойнақтап. Дайына осындай болатын. Су ішуде сол жаңағы суғарғанда жақсы су ішеді. Бірақ ертең шабам деп бәйге қосатын кезде ат су ішпейді.